Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте әдемі және дәмді болып шығатын мандарин салатының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Қайнатылған жұмыртқаны үккіштің ең кішкентай бөлігімен үгітеміз. Сыр және сарымсақты үгітеміз. Майонез немесе қаймақты қосып жақсылап араластырамыз. Тақтайдың үстіне ас пленкасын немесе пакетті орналастырамыз. Орташа домалақтар жасаймыз. Домалақтарды жарты сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Қайнаған сәбізді үккіштің ең кішкентай бөлігімен үгітеміз. Тәрелкенің үстіне ас пленкасын қоямыз да, үстіне қайнаған сәбізді орналастырамыз. Мұздатқыштан шыққан домалақтарды сәбізбен ораймыз. Мандариндерді жасыл шөппен немесе қара бұрышпен әсемдеуге болады. Салат осындай әдемі болып шықты, өте оңай жасалады. Жаңа жылда жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк және комментарий қалдыра кетіңіздер. Сіздермен болған баршын келесі видеоларда жүздескенше.